Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, құрметті тыңдармандар. Мен Хромтау аудандық тарихи-өлкетану музейінің қызметкері Марва Гүлсім Шамшидинқызы. Бүгін сіздердің назарларыңызға жәдігер жерде қалмасын акциясы аясында өтетін құнды жәдігерлерімізді бөліскелі отырмыз көрмемізбен. Халқымыздың асыл рухани мұраларын назарына іліккен әрбір жәдігердің музей үшін құнды зат болып табылатынына мән беретін, үнемі қолына түскен құнды заттың музей төрінде тұрғанын қалайтын Жомарт ағамыздың музей қорындағы құнды экспонаттары туралы айтып кетсек, ол кісі бізге бұған дейін де 50-ші жылдары киген шекпенін тапсырған болатын, алғашқы жазу машинкасын тапсырған болатын, жеке өзінің кітапханасынан игерілмеген байлық тақырыбында акция өткізіп, ондағы аласапыран, көшпенділер, Махамбеттің жебесі секілді кітаптарын тапсырған болатын музей қорына. Бүгін бізде сол ауданымыздың құрметті азаматы Бекжанов Жомарт ағайдың қыздары Гүлнар мен Гүлниса қонақта. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Саламатсыздар. Рахмет. Бүгін бізде осы әкеліп отырған заттарыңыздың, Жомарт ағайдың аманаттап берген экспонаттары, құнды дүниялары, алдарыңызда тұрған жәдігерлер туралы көбірек айтып өтсеңіздер көрермендерге. Уважаемые жители города Хромтау, сегодня мы сдаем в наш замечательный музей личные вещи нашего папы Бекжанова Жомарта Сейтовича. Хочу очень выразить большую благодарность девочкам музея. Мы очень рады, что они так нас хорошо встретили. Очень рады каждому экспонату. Вот. И сейчас мы вам хотим рассказать. Ну, первое начну с ковра. Это именной ковер нашей семьи, папы и мамы, который был выполнен в 1992 году. Автор работы, это ручная работа, автор работы папа и мамы Кельне, Жмагуляпа, Кельне, Мен Джимген. На 50-летие родителей наших. Значит, натуральный ковер, сама ткала, сама красила. Вот такой замечательный ковер. И родители, обратите внимание, родители очень хорошо сохранили его до этих времен. Он висел всегда у нас в их комнате. И всегда люди, когда приходили, всегда всем нравилось. Вот. Следующий экспонат – это киз из натурального волокна. Это подарок родителей своим детям, то есть моей бабушке. Она лично сама жасаған, өзі басты, қолмен тіккен, да, бабушка. Больше 40 лет этому изделию. Очень, смотрите, как хорошо сохранили родители. Так. Еще енді айтқым келіп тұр, мына жерде домбыра бар. Осы папама, мамама елу жылдығына мына коллективтері осы домбыраны сыйлаған осы домбыра. Тоже 92-ші жылы, 50 жасында. Міне кітаптары бар, жиналған кітаптары бар. Половина енді жарты кітаптарын өзі музейге өзі қазір тапсырды. Ол кісі қазір ауырып жатыр, сосын біздер өзіміз қыздар осы кітаптарын жинап, дүнияларын жинап музейге тапсырайық деп шештіңіздер. Музейге тапсырайық деп солай шешілді, біздер үйде солай шешті. Мына кітаптары өзінің мына көрсетіп жіберіңіз, мына құдалары, үлкен баласының құдалары, құдаларына арналып жазылған кітаптарда. Ол кісі өте көп кітаптар жинады ғой, тарихи, осындай өздерінің тумалары жайында, әрі аудан туралы көптеген кітаптарды сізге дейін де музейге тапсырған болатын. Міне әлде де алдарыңызда көріп тұрсыздар, қаншама құнды кітаптар. Әрбір кітаптың өзінің тарихи ішінде жазылған сөздері, қалдырған іздері болады. Міне ауданымыз туралы, міне жерде бұрынғы астан
Атлас ісі бұрынғы кітаптардың барлығын, алдарыңызда тұрған барлығын көріп тұрсыздар. Мына жерде 50-60 шақты кітап тапсырып тұрсыздар біздерге. 80 кітап. 80 кітап па? Өте рахмет. Бүгін біздің музей қоры жәдігер жерде қалмасын деген акциясы аясында өте құнды кітаптарға, құнды мынау қолдан тоқылған, мынау екінің бірінде жоқ, музейлерде жоқ, бізге құнды кілемшелер тапсырып жатсыздар. Мына жерге келетін болсаңыз, мына ағайдың кітаптары туралы жайлы айтып кетсек, ол кісі ислам кітабы туралы жинаған да, суреттері туралы. Мына портрет, осы портрет екеуіне 70-ге толғанда, осы портретті художник Ақтөбедегі бір Жұбанов университетінде істейтін ағай болды, бұл сол ағай осыны сурет салып, 70 жылдығына осы портрет істеген Исмаилов. Исмаилов. Мынау очкилері, папаның көзі киіп жүрген очкилерінде тапсырып жатырмыз. Мынау күнге киетін очки. Біз мына жерде кітап тұр, кімне тілу, қабақ деген өзіміз біздер тілу, руымыз тілудің достанымыз. Енді не айтайын тағы. Жинаған журналдары экспозицияға орналасқан әрбір мұраның астарында ғасырлар бойы жүріп өткен халықтың ізі, бабалар аманаты бар. Сондықтан музей қорына жинақталған жәдігерлер құндылығының нәтижесінде бағаланады, болашаққа мұра болып қалады. Міне осындай тарихи жанашырларының қолдау көрсету нәтижесінде музей қоры күнбе-күн толығу үстінде. Енді осы бүкіл бүгінгі тапсырып атқан экспонаттарыңызға көптен көп алғысымыз шексіз. Жомарт ағайдың бізге тапсырған құнды дүнияларын сақтаймыз, жинақтап қорғаймыз деп айта аламыз. Музейге тапсырғандарыңызға көптен көп рахмет. Жомарт ағай аман болсын, дені сау болсын. Қорыта айтқанда осындай құнды экспонаттар тек қана үйден көрінбей, музей төрінде тұрса, нұр үстіне нұр болар еді. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің осы Жомарт ағайымыздың беріп аманаттаған жинаған кітаптары, көрмемізді бірге тамашалағандарыңызға сіздерге көптен көп рахмет. Сіздерге алғысымыз шексіз. Музей жанашыр болып, музей достар болып бізге осындай құнды дүниеларды бізге сыйға тапсырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Жәдігер жерде қалмасын, құрметті көрермендер, жәдігерлеріңізді Хромтау аудандық тарихи өлкетану музейіне әкеліп тапсыруларыңызды сұраймыз. Сау болыңыздар. Рахмет. Аманат көп. Қолдаймыз. Бұлардың барлығы бізге тіркеледі, жинақталады, сақталады, есепте тұрады. Бұл барлығы